Сәлеметсіздер ме қыз-келіншектер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге витаминге бай, аяғы ауыр келіншектер, қаны аз балдар және көп қан мөлшері аз адамдарға да беруге болады. Күнделікті дайындап жеуге өте қарапайым және майонезсіз дайындалатын винегрет салатын жасайтын боламыз. Менің каналымды жоғалтып алмау үшін ең әуелі менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер, және күнделікті жаңа видеолар шығып тұрса, сізге бірінші болып барып тұратын болады. Өте қарапайым салат, витаминге бай, күшті салаттарды рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараймыз, достар. Қарап, соңына дейін өткізіп жібермеңіздер. Өте қарапайым дайындалатын үй жағдайындағы салатпен бөлісетін боламын. Әуелі бізге бір сәбіз, үлкен сәбіз, сосын 2 картошка, қызылша керек болады. 2 сәбізді салып, картошканың ортасына бөлсеңіздер болады, бөлмесеңіздер де болады. Мен де қызылшаны бөлдім 2-ге, піспей қалмасын деп, бәрі ойлайды. Азыр бұны біз суда емес, пешкада пісіретін боламыз. Пешкада пісіру жолын мен сіздерге айтатын боламын. Видеоны соңына дейін тақанса көріңіздер, өткізіп жібермей көріңіздер. Тоз үстіне азғантай сладкий паприка, сосын қара бұрыш, оливковый май, яғни зайтун майын қоясыздар. Кәдімгі обычный үйде қолданып жүрген майды да қойсаңыздар болады, өз еркелеріңізде. Сосын бәрін жақсылап араластырып, үстіне азғантай оливки, яғни зайтун майын қоясыздар. Дәміне қарай бұрыш саламыз. Көп салудың да қажет жоқ. Мен просто өзім ащы жақсы көргендіктен көп салдым. Өз еркілеріңізде қаласаңыздар, салмасаңыздар да болады. Осылай үстіне зайтун майын қоясыздар. Жақсылап араластырып, қолдарыңызбен бәр жеріне тыю керек. Картошкадағы да, сәбізге де, қызылшаға да тыю керек бәр жеріне. Сосын пергамент қағазға қойып пісіріп аламыз. Пешкада пісіріп аламыз. Осылай бәрін жағып шығасыздар. Енді қойып шығамыз. Пергамент қағазға бәрін біртіндеп қойып шығасыздар. Піседі, уайымдамаңыздар. Пешкаде кәдімгідей өте жұмсақ пісіп шығады. Үстіне және зайтун майын қойсаңыздар да болады. Міндетті түрде май қойыңыздар. Осылай қойып шығамыз бәрін. Сосын 30 минутта пісіріп аламыз. Оған дейін бізге пияз керек болады. Пиязды жіңішке етіп майдалап турайсыздар. Үстіне салқын су, мұздай болу керек. Оның үшін бізге де пиязды осылай жуып тазалап аласыздар. 2 қайтара жуып аласыздар. Міндетті түрде мұздай су болу керек. Оны төгіп тастап, екінші қайтара тағын жуатын боламыз. Ол кезде уксуспен жуасыздар. 1-2 тамшы жетеді. Сосын құйып аласыздар. Оны да уксусны азғантай үстіне су құйып, шайып алатын боламыз. Жақсылап араластырып, үстіне мұздай су құйыңыздар. Сосын оны тоже жақсылап жуып, шайып, дайындап қоятын боламыз. Пияз да қосылады. Өте дәмді шығады, ерекше салат. Және үстіне азғантай су қойдым, жетпегендіктен. Міне пісіп шықты, 30 минутта пісіп шығады. Міне осылай өте
Енді оның бәрін турап, майдалап, осылай турап қосып аласыздар. Бізге есе соленый огурцы керек болады. Оны да майдалап турап аламыз. Сосын картошка, сәбізді, қызылшаны, бағанағы пиязымызды дайындағанымызды бәрін қосып алатын боламыз. Пиязды да қосамыз енді. Осындай горохты да қосасыздар. Бұны аяқ ауыр келіншектер жесе өте қандарын тез көбейтеді, витаминге бай. Өзіне де баласына да пайдалы салат. Сіздерге де ұнаған болса, істеп көрулеріңізге кеңес беремін. Міндетті түрде ұнады деп ойлаймын. Өзіме ұнады, 3 күшті қатты. Мен осы рецептпен көп істеймін. Үйдегілерге қатты ұнайды. Осы рецептпен істеп көрулеріңізге кеңес беремін. Азғантай үстіне тұз салып, шым-шым тұз саласыздар да, анау айтқан көп емес, осылай араластырып дастарханға қойсаңыздар да болады. Қонақ келген жағдайда да осыны істесеңіздер болады. Қарапайым салат. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, комментарий жазып, түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беретін болам. Көбінше мені 5 подписчиктер адам қарайды екен. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар, достар. Осылай жақсылап араластырамыз. Бір-біріне араласқанша араластырып аласыздар. Ал тарелкаға салып, дастарханға қойсаңыздар болады. Ұнаған болса, лайк басып және комментарий жазып, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Осы витаминге бай салаттарды істеп жіберсеңіздер өте қуанамын. Комментарий жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркелуді де ұмытпаңыздар. Міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, достар. Міне осылай әдемі шығады. Дастарханға сәндеп қойсаңыздар да болады.